бүгін музыка сауатын оқыту әдістері атты үлгі сабағымызды өткізгелі тұрмыз. Сондықтан сәттілік тілеймін барлықтарыңызға. Ең бастысы оқытушылармен амандасып алайық, иә? Біз кәнекей тұрмызды. Рахмет. Енді музыка сабағына келген кезде қалай отыруымыз керек? Отыру ережесін есімізге түсіріп алайық, иә? Қалай отырамыз? Арқамыз тік, иә? Орындықтың шетіне қолымыз тіземізде, иә? Содан кейін музыка сабағын бастамас бұрын біз не жасаймыз? Жаттығу, иә. Әндік темге байланысты жаттығу жасауымыз керек, иә? Кәнекей бетімізден бастаймыз. Не істейміз бетімізге? Массаж жасаймыз, иә? Өйткені музыка сабағында не істейміз? Қалай ойлайсыздар? Ән айтамыз. Ән айтқан кезде біздің тамағымыз, даусымыз дайын болу үшін біз әуелі бетімізді, аузымызды, тілімізді оятып аламыз, иә? Кәне тілімізді тістейміз, шығарамыз, ителеміз, асты үстіне, түсімізді үлкен арыстанның аузы сияқты, иә? Кәне? Ашамыз. Не үшін? Қалай ойлайсыздар, қыздар? Ән айтқан кезде сөздер анық шығу үшін. Дұрыс. Келген сөзіміз, даусымыз анық шығу үшін, күмбірлеу үшін біз аузымызды кең ашуымыз керек. Так, ары қарай штробаш жасаймыз. Жақсы. Сосын біздің қандай жаттығымыз бар? Динозаврымыз бар. Салып көрейік, е? Кәне. Бірінші динозаврдың басын, денесін және соңын құйрығын саламыз. Алып кеттік. И. Рахмет. Енді санап көрейік. Біздің бүгінгі тақырыбымызда музыка сауатының әдістері тұр. Соның ішінде музыка сауаттылыққа байланысты динамикалық белгілер тақырыбы берілген. Осы тақырыпқа байланысты біз жаттығу жасап көрейік. Қандай жаттығу жасаймыз? Санау, біртіндеп күшею және біртіндеп ақырындаймыз. Бірден 10-ға дейін санаймыз. Кәнекей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Неше рет? 3 рет. Тағы бір рет. Сәл? Не істейміз? Тезірек айтып көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жақсы, рахмет. Енді біз сіздермен бір жаттығуды таңдап, жаттығу айтып көрейік. Мамы мен момы, Мамы ми мому. Аузымызды ашамыз. Мамы ми мому. Мамы ми мому. Мамы ми мому. Мамы ми мому. Енді сіздермен қазір дем алып көрейік. Әнді тағы да дұрыс айту үшін біз қалай? Дұрыс тыныс алуымыз керек. Неге? Ән айтқан кезде ауа өтпей Сөздерді алған кезде қалай аламыз? Мұрынмен аламыз. Қайда апарамыз? Ішімізге апарамыз. Неге?
Көзге қарамаймыз. Алған дем үнемделіп, жету үшін, ал кәне дем алып көрейік. Созамыз қолымыз. Аламыз, сосын шығарамыз. Ал келіп. Алдық, шығардық. Тағы. Алдық, шығардық. Тағы да аламыз арқамызды, шығарамыз. Рахмет. Ең соңғы жаттығу ол біздің бет мимикамыз. Бет мимикамыз. Кәне бет мимикамыздың неше түрі бар? Үш. Қандай? Күлу, ренжу, ашу. Кез келген уақытта біз өзіміздің бет мимикамызбен жұмыс істей алу керекпіз. Кәне не істейміз? Күлеміз. Қуанамыз. Қуанған кезде не істейді қас? Көтеріледі. Қуанайық. Ал енді ренжейік. Не істейміз? Ерін? Және ашуланамыз. Ашуланамыз. Ашулан Гүлнұр. Қуанамыз. Қуанамыз. Жақсы, рахмет. Енді біз сіздермен бүгінгі музыка сауатын оқыту атты сабағымызды бастаймыз. Ал ең алдымен айтып кетемін, жерде стикерлер берілген. Бұл жерде өз-өзін бағалау. Тапсырманы қаншалықты толық жауап бересіздер тапсырмаға. Сол тиісті балдарыңызды алып отырасыздар. Соңында бағалаймыз. Кімде 100 көп болады, сары 100 балл қоямыз. Кім өзін 90 аралығында бағалайды, 90 баллын алады. Түсінікті ма? Енді ең бірінші мына жерде біз сөз жұмбақ жасағанбыз, бірақ жаңа өршіліп кеткен кезде өршіліп қалды. Ауызша сұрақ жауап арқылы есімізге түсіре қоямыз. Жарты тонға жоғарылайтын альтерациялық белгі. Жарты тонға жоғарылайтын альтерациялық белгі диез. Музыкалық дыбыстар. Ноталар. Күшті үлестің келесі үлесте қайталануы. 4 әріптен тұрады. Күшті үлестің келесі күшті үлесте қайталану. Жарты тонға төмендейтін альтерациялық белгі. Бемоль. 1-ге 2-ке саналатын ұзақтық. Шарттылық. Бірінші дыбыстың 8-ші дыбыста қайталануы. Октава жалпы. Бас кілті немесе фа кілті. Нота қатарының 6-шы дыбысы. Енді қазір біз сіздермен екінші тапсырмаға назар аударайық. Нота ұзақтықтарына байланысты тапсырма берілген. Мына жерде нота ұзақтықтарының белгіленуі берілген, саналуы атаулары берілген. Ал кәне қандай нота ұзақтықтары бар бізде? Қандай бар? Есімізге түсіре қойыңызшы. Жартылы, ширетті, және кәнеки кім табады? Бүтін нотаның белгіленуі. Тоғжан. Тез-тез, шапшан. Бүтін нота. Зилой. Дұрыс. Келесі кетті. Қандай ұзақтық? Қандай ұзақтық? Жаңа. Келесі қандай ұзақтық? Кел. Жайна. Дұрыс па? Жақсы. Қандай Гүлжанар, сенде қандай ұзақтық? Ширектік нота. Нешеге саналады ширектік нота?
бірге. Так, және ең соңғы? 8. Кел, Гүлнұр. Сегіздік. Мінеке, мынау емес па? Демек, бізде қандай ұзақтықтар бар? Ширекті 8. Енді осы ұзақтықтарды шапалақпен санап көрейік. Бірінші бүтін нота. Кеттік. 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ге. Жартылық. 1-ге, 2-ге. Ширектік. 1-ге, 8-дік. 1. Тек 1. Ал келесі. Нәтижеге басамыз. Келесі бізде музыка сауаты, ол альтерациялық белгілер. Альтерациялық белгілер. Таныс па? Альтерациялық белгілер не үшін керек? Дауысты жоғарылату, Ноталарды не істеу үшін? Қозғау үшін. Қозғау үшін. Ал көрейік. Дыбысты жарты тонға төмендету үшін не қолданылады? Бемоль қолданылады. Келесі кеттік. Екі жарты тонды бүтін тонға көтеру үшін не қолданылады? Диез. Ары қарай кеттік. Екі жарты тонды бүтін тонға төмендету? Дубль бемоль. Диез бен бемольдің күштерін жою? Бекар. Жалпы дубль бекар деген бар ма бізде? Және кілт қасына қойылған альтерация белгілері қалай аталады? Кілт қасына. Кілтті. Ал кездейсоқ қандай ол? Дұрыс. Нотаның алдына. Бір нотаның алдына қойылады. Кездейсоқ. Бұл сұрақ бар. Бемоль белгіленуі? Авария. Келесі. Дубль диездің белгіленуі? Ну? Дубль диездің белгіленуі? Қандай? X. Дубль бемоль ол? Және диездің белгіленуі? А вариант. Тамаша. Сәл бір сұрақта қателестік. Жақсы. Ары қарай? Демек, альтерациялық белгілердің қандай түрлерін дейміз біз? Диез, бемоль, бекар. Дубль диез, дубль бемоль. Жақсы. Келесі бізде динамикалық белгілерге байланысты жаттығу, тапсырма. Ал іздейік. Динамикалық белгілерді табамыз. Жалпы қандай динамикалық белгілер бар бізде? Форте, пиано, крещендо, диминуэндо. Ал жазылуы, мағынасы, форте, қатты күшті, қатты күшті дейді. Кәне? Дұрыс па? Ары қарай кеттік. Чемоданды қарайш. Есік бар. Гүлді қаршы? Динамика жүрейікші? Күшейту, я? Ары қарай. Чемодан. Пианиссимо.
Кофені Неше тапсырма болды? Фортиссимо. Өте қатты. Және бесіншісі бар бізде. Қызында парадшы. Өте жұмсақ. Өте жұмсақ. Жақсы. Есікке башылы, шетіндегі. Құлып ашу керек. Бестен бес алдырды. Бірақ біреуінде дұрыс емес жауап болды, е? Лаура, қиын ба тапсырма? Өзіңді бағалайшы. Бағалап көрші. Жақсы. Так, енді ары қарай кет. Динамикалы белгілерге байланысты біздің ойынымыз бар, е? Музыка сабағы болғандықтан біз сәл не істейміз? Ән айтамыз, е? Кеш шыға ғой. Көңілді кез әніміз, е? Дайынбыз ба? Жасырамыз. Шоколад жасырайық. Егер де тауып алатын жағдайда жеп алатын қоңырау үзілісте, е? Ал жасырыңыздар. Ал динамикалық белгісі дейміз. Ал кеттік. Серіп еді жемісін, сезім бақтың, Көңілді. сыйластықтың алауын өзің жақтың. Сенің тұман тойыңның әнін естіп, есігімді шыдамай өзім қақтым. Бүгін қандай тамаша көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сенің қуанышыңмен құттықтаймын, Рахмет. достым. Шығып кетті ма жаңа біздің неміз? Келесі? Слайд-шоу, е? Так, Балкарменаны бесінші тапсырмамыз. Ноталардың ұзартатын белгілер. Тапсырманы орындамас бұрын тақтаға ал есімізге түсірейік. Нота ұзақтықтарын ұзартатын белгілер. Қандай белгілер? Лига және фермата белгілері. Фермата белгілері. Ал нүкте деген не? Нүкте. Мысалы, бүтін нотаның қасына нүкте қоятын болсақ, біз оны қалай ұзартамыз? Қалай ұзартамыз? Қалай ұзартамыз? Мынау бізде қандай нота дейік? Бүтін нота дейік, е? Оның жартысы қандай болады? Қандай? Жартылық. Ал жартылықтың жартысы? Ширектік.
Ширектіктің жартысы? 8-тік. Демек, нүкте болса, біз оны жартысына дейін ұзартамыз дедік, Сонда бүтіннің жартысы ол қандай ұзақтық? Бүтіннің жартысы. Жартылық. Жартылықтың жартысы? Ширектік. Ширектіктің жартысы? 8-тік. Ал енді қосып көрейік. Бүтін нота. Оған не қосамыз? Жартылықты қосамыз. Тең нешеге болады? 6-ға. Неге? Өйткені жартылық нешеге саналады? 2-ге, бүтін 4-ге. 6-ға болады. Ал жартылық нотаның қасына нүкте қоятын болсақ? 3-ге. Неге? Жартылық нота 1-ге. 2-ге. Оған 8. Ширектік 1-ге қосылады. 2 қосу 1 болады 3-ге. Ал келесі қандай ұзақтық бар бізде? Қандай ұзақтық бар? Нота ұзақтықтың қандай белгі бар? Қос нүкте бар. Қос нүкте деген не? Қос нүкте. Егер де нүкте тек қана жартысына ұзартса, қос нүкте не істейді? Ширегіне дейін ұзартады. Демек бүтін, оның жартысы. Бүтіннің жартысы. Жартылықтың жартысы ширектік. Қосамыз 7-ге болады. 4 қосу 2 қосу 1 болады 7-ге. Так, жақсы. Ал мынау тапсырмада біз не істеуіміз керек? Демек, дыбыс нота ұзақтықтарын ұзартатын белгілерді табу керекпіз. Қандай? Көтересіз ба? Ал. Айт. Фермата, қос нүкте, лига. Және? Нүкте. Ал, мын жерде, окей, жарайсын. Мын жерде фермата белгісін айтып көрейік. Фермата деген не? Фермата деген не? Қойылады. Не үшін қойылады? Ол белгі қойылған жерді біз қалай айтамыз? Қалай айтамыз? Созып. Өз қалауымызша, шығарманы қарап келмей қарай, не істейміз? Созамыз, санамаймыз, Жақсы. Ал, бағалай қойыңыз өзіңіз. 96. Сіздер қалай ойлайсыздар? Толық жауап берілді ма? Мен ойымша толық жауап берілмеді. Так, жақсы. Келесі кет. Ноталардың ұзақтықтарын және басқыштарды еске түсіру. Қандай басқыштар бар бізде? Бірінші басқыш прима, сосын секунда, сосын терция, кварта, квинта, сосын секста және септима. Негізі біз интервалдар барлық санап беренгенбіз. Мына жерден сәл қорқып тұрып жолға, әйтпесе қаз сабақтың соңында көрсетеміз. Санай аламыз ғой, Ал есімізге түсірейікші, до мен ренің арасы неше тон? 0 тон. Так, ре мен мидің арасы? Бүтін. Ми мен фаның арасы? Фа мен сойдың арасы? Соль мен ляның арасы? Ля мен сидің арасы? Си мен доның арасы? Ал енді тездетіп маған санап беріңдер. До мен фаның арасы неше тон? 2,5 тон. До мен ренің арасы? До мен ренің арасы. До мен сойдың арасы? 3,5. Фа мен сойдың арасы?
4 жарым. Ми мен солдың арасы? Ой, ми мен солдың арасы. Қыздар не деп кеттіңіздер? Ми мен солдың арасы. А? Ми мен соль. Ми мен соль. Bir жарым, не? Ал ми мен солдың арасы қандай интервал? Санаңыздаршы, қандай интервал? Дұрыс, кім сығырлап отыр? Қалай жүргеніңіз? Жоқ, тек қана жай атауын айтайын. Басқыш, не? Неше басқыш? Не басқыш? Неше басқыш? Терция. Фа мен соль қандай интервал? Секунда. До мен до. Октава. Прима. До мен до екінші октава. Октава айтып көрдім, е? Жақсы. Енді 7-ші тапсырма. Біз енді 2-3 дауысты ән айта алмаймыз. Бірақ біздің бағдарламамызда қалай ән айту болды? Канонмен. Қазір мысалы ретінде сіздерге Елімай әнін алып келіп отырмын. Бір рет тыңдап алайық сіздермен. Содан кейін бұл әнді канонмен айтып көреміз. Көреміз ба? Söz керек емес. Сөзді білеміз ғой, Елімайын білмейміз ба, халық әнін? Білеміз. Бір шумағы. Мен сіздерге не істеймін? Режиссер жорбайым ба? Енді көзіміз айтып көрейік, е? Кәне, қалай бөлінеміз? Лаура бер жақ, е? Лаура Гүлнұр, сіздер менің сол қолым боласыздар, е? Сіздер менің оң қолым боласыздар, е? Дайынбыз ба? Дайынбыз. Ал, айтып көрейік енді. Қара таудың басынан көш келеді ай, е? Сіздер өздеріңізді жалғастырып кетесіздер, сіздер өздеріңіздің дауыстарыңызды. Ал кет. И қара тасың басынан көшке сол қолымды естімей тұрмын, е? Сол қол шықпайды. Қыздар, қанша қыздар отыр? Қазір бір 100% стикерімізді мына жақ оң қолыма беретін шығармыз, е? Ал кәне көрейік. И қара тасың басынан көшке айтты Айсел Ғалымқызы. 10 жақтыңыз? 10 жақ. Жақсы. Стикерларымызды берейік, е? Оларға жүйелерек Сол қолға не берейік? 70? Канон орында өте.
90 можно. 95. Жақсы. Енді келесі бізде соңғы тапсырмамыз ол музыкалық ырғаштық қимылдарға арналған ойын. Ойын, е? Қазір бөлмейік, е? Аны жоқ орнысы. Biz аяқ боламыз. Так, қалай отырамыз? Шы астынан. Тыш, қыздар. Дайынбыз ба? Кәне. Дауысы астында тұрайын. Жоқ, сіз беріңізші дауысын. Я сол жерде ғана сала болады. Так, тізе, кәне тізеге. Қол, шапалы, аяқ. Және? Дайынбыз. Мұқият дайынбыз. Так, қазір. Ал шапалақтар жақсы. Аяқтары жарайсыздар. Көңілді? Так, жақсы. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Жалпы түгел музыка сауатын сіздер түсінген сияқтысыздар. Түсіндіңіздер ма? Енді негізі бастау керек едік. Кімде қанша стикер, сол тиісті бағалар деген сөзде. Тоғжанда 100, Жанайда 100, Еркегүлде 100, жақсы жарайсыздар, е? Мына жақта 90 болыпты, е?